Сәлем қыздар. Мен осы бірінші сабағымды мынау таро картасының өз таро картасы 78 картадан тұрады ғой. Соның осы ең бірінші шоттан басталады. Түсіндірмесінде осы шоттан бастап түсіндіріледі. Енді мен осыны қазақша мағынасында осы қазақша мағыналарын түсіндіру мақсатында осы яғни әрқайсысын жеке-жеке сабақтарда түсіндіретін боламын. Егер сіздер осындай картаға қызығушылық танытып жүрсеңіздер, осы картаның мағынасын білгілеріңіз келіп жүрсе, менің каналыма осы тіркеліп, сосын осы видеома лайк басып кетіңіздер. Алда тағы да жеке-жеке осы карталарға түсіндірме жүргізетін боламын. Ал енді бастайық. Мына шот картасы. Бұл шот картасы, яғни қазақшасы қалжыңбас, сондай әзілкеш адамды айтады. Керісінше мағынасында ақымақ, шынды деп те айтылады. Енді осыны екіге бөлек, яғни оң және теріс мағыналарында. Оң мағынасында бұл көбінесе ашық, сондай ақ көңіл адамды айтады. Мына жерде мысалы өлең айтып, білмей кетіп бара жатыр, алдында не болатынын білмейді, бұл ше. Бір жағынан ашық адамды да айтады. Және де тез қызығатын, сондай тез қызығып қалатын бір адамдар болады ғой. Сондай қызығушылығы жоғары адамдарды айтады. Жеңілтек адамдар болады ғой. Сондайларды айтылады. Сосын алдында не болатынын білмейтін, жаңағыдай белгісіздік мағынасында, ұқыпсыз да ешқандай. Сосын бір нәрсені білуге құмар, сондай, және алдын болжамайтын, қорықпайтын, бейқам сондай адамдарды айтады. Ол оң мағынасында. Енді керісінше, яғни теріс мағынасында бұл жауапсыз адамды, яғни жауапсызды, бір нәрсені бастаса жауапсыз қалдыратын сондай адамдар. Және сатқын адамдарды айтылады бұл. Мынау картаның мысалға қасында карталарға байланысты жақсы және теріс мағыналарында айтылады. Және де жаңағыдай сатқын адамдарды айтамыз. Және де бір жағдайға байланысты, яғни ешқандай тәжірибесі жоқ мағынада да айтылады. Енді ол картаның мысалға алдындағы және жанындағы картаға байланысты жағдай өзгеріп отырады. Сол.